Баршаңызға қайырлы күн қыздар. Көпшіліктің сұрауымен сіздерге осы радужный торттың жасалу жолын көрсетемін. Бұл торт өте дәмді болып шығады, әрі өте биік болып шығады. Жасалуы да аса қатты қиын емес. Бөлме температурасында еріп тұрған жұмсақ сары майға қантты салып, жақсылап араластырып, одан кейін 1-2 минутта миксерлеп жібереміз. Сары май мен қантты миксерлеп болғаннан кейін жұмыртқамызды бір-бірден салып, осылай миксерлеп отырамыз. Барлық жұмыртқамызды да дәл осылай біртіндеп сала отырып миксерлеп болғаннан кейін үстінен айранды құйып миксерлейміз. Енді ұнымызға соданы салып араластырып, сеткадан өткіземіз. Одан кейін оны осы қоспамызға қосып, бір келкі болғанша миксерлейміз. Осымен тестамыз дайын болды. Енді осы тестамызды теңдей етіп 6-ға бөлеміз, және де осындай бояғыштармен барлығында бояп шығамыз. Оранжевый түсті бояғышты мен сары түс пен қызыл түсті бірдей етіп қосып, одан кейін бояған едім, осындай түсті болды. Енді бұның әр қайсысын жеке-жеке формаға құйып пісіріп аламыз. 170 градуста 20 минуттан пісіріп аламыз. Корждардың барлығында пісіріп алғаннан кейін енді мынандай астындағы қағазын алып тастаймыз да, бұның барлығында пищевой пленкаға орап тоңазытқышқа 2 сағатқа салып қоямыз. Енді корждарымыз дайын болғаннан кейін тортымызды жинайтын боламыз. Тортты жинау үшін бізге осындай ацетатная пленка керек, ол міндетті түрде, және де осындай кольца керек, ол да міндетті түрде. Бізге осындай қалың подложка да керек, және крем керек. Кремнің жасалу жолы молочная девочка тортынан көре аласыздар. Сілтемесін астына қалдыратын боламын. Ең алдымен енді өздеріңіз қалаған түстен бастайсыздар, бірақ та жанына осындай ацетатная пленка қоюларыңыз міндетті. Кремді де бірдей етіп бөліп алсаңыздар, сол кезде біреуінде көп болып кетпейді, біреуінде аз болып қалмайды дегендей, барлығында бөліп алып осылай жақып шықсаңыздар болады видеодағыдай етіп. Ең жоғарғысына жұқалатып осылай крем жағып шықсаңыздар жеткілікті. Енді оның үстін пленкамен жауып, тоңазытқышқа кемі 8 сағатқа салып қоямыз. Тортымыз 8 сағаттай тоңазытқышта тұрды. Торт енді дайын болғаннан кейін осындай крем дайындап аламыз. Кремнің де жасалу жолы молочная девочка торты дегенде көрсеңіздер болады. Сілтемесін астына жазып қалдыратын боламын. Крем-чиз на масле деп аталынады. Дәл солай етіп жасап, қалған түстеріңізге бояп шықсаңыздар болады. Енді әрі қарай тура видеодағыдай етіп жасап шығасыздар.
Өзімізге ұнайтындай етіп тегістеп болғаннан кейін енді тортымызды 30-40 минутқа тоңазытқышқа салып қоямыз. Енді торттың сыртына шоколадные потеки жасаймыз. Қазақша айтқанда шоколадты ағым. Енді бізге шоколадымызға күнбағыс майын құйып, одан кейін оны микротолқынды пеште немесе ыстық буда ерітіп аласыздар осылай. Ерітіп алғаннан кейін бұны салқын тортымыздың үстіне қасықпен ағым жасап шығамыз. Видеодағыдай етіп. Енді қалған шоколадымызды бояйтын боламыз. Шоколадымыз егерде кішкене қоюланып кетсе, 10-15 секундқа ерітіп аламыз микротолқынды пеште. Одан кейін осындай диоксититан дегенді қосамыз, және де өзімізге ұнаған түсті қосамыз. Диоксититан дегеніміз ол ақ түс беретін краситель. Ал жирорастворимый деген ол шоколадқа арналған краситель. Оның барлығында кондитерлік магазиннен алсаңыздар болады. Енді өздеріңізге ұнайтын түс болғаннан кейін тортымыздың сыртына ағым жасайтын боламыз. Енді әрі қарай тортымызды өзімізге ұнайтындай етіп әсемдеп шығамыз. Торттың үстіне пряник қойдым, безе қойдым және конфеттер қойып шықтым. Пряник пен безені мен кондитерлік магазиннен дайынын сатып алдым, ал конфетті өзім жасадым. Оның жасалу жолында сілтемесін астына қалдырамын. Және де қалған кремімізден осылай насаткамен гүл жасап қойсақ әдемі көрінетін болады. Осымен радужный тортымыз дайын болды. Менің балдарыма өте қатты ұнады. Сіздер де балдарыңызға жасап беріңіздер. Ұнайтыны сөзсіз. Және де бұл торт өте биік болып шықты. Биіктігі 15 сантиметр. 18-20 адамға жететін торт болады. Және де мен кеңес беретін едім сіздерге молочная девочкадан радужный торт жасауды. Молочная девочканың тестасынан да радужный торт өте керемет болып шығады. Видеомды соңына дейін көргендеріңізге рахмет. Сіздерге ұнады деген сенімдемін. Ұнаса лайк басып комментарий қалдырыңыздар.